Жүрсін аман келді. Келе ғой жүрсін. Жан Болатұлы, 7 жаста. Кішкентай өзі, кішкентай. Қалайсың? Жақсы. Қаншадасың жүрсін? 7-ден. 7. Бірінші сыныпты бітіріп жатсың ба? Иә. Сабағыңды қалай бітіріп жатсың? Жақсы. Бәрі жақсы ма? 5 ба бәрі? Иә. Жарайсың. Бірінші сыныптан 2-ші сыныпқа өттің, е? Иә. 2-ші сыныпқа өткен емес, бір ауылдың әкімдері сияқты, е? Қалжыңбай. Жүрсін, бізге қандай өнерінді алып келдің? Өлең айтуды. Қандай өлең айтасың? Қандай? Ана Алмас Темірбайдың. Қандай әні? Ән емес енді. Өлең оқисың, е? Иә. Өлең оқисың ба? Ал біз ендеше тыңдайық, өнеріне кезек көрейік. Жүрсіннің, жүрсін. Баста. Осы жерде бастасаң болады. Келе ғой, келе ғой. Келе ғой. Жанымызда бастай бер. Қарайсың ба? Енді бастай бер. Оқушылар сарайы, жас қаламгер үймесі, жетекшіміз Анаргүл Шалғынбай қызы, Алмас Темірбай, рахмет саған, ана. Рахмет саған, ана. Мені тастап кетпегенің үшін, жетім бала кетпегенің үшін, тек тіліңді жоғалтпай, темекіде шекпегенің үшін, рахмет саған, ана. Жаман жолға түспегенің үшін, адал еңбек істегенің үшін, балалардың ойлап болашақ арақ сыра ішпегенің үшін, рахмет саған, ана. Әркімді бір тимегенің үшін, әркімге бір тимегенің үшін, ұрпағың үшін үнемдеп қымбат киім кимегенің үшін, рахмет саған, ана. Маған бәрін әпергенің үшін, мінезімді көтергенің үшін, 12 мүшемді сауылып дүниеге әкелгенің үшін, рахмет саған, ана. Кінәм болса кешіргенің үшін, ауыр бейнет кешіргенің үшін, ауырмайтын аман сау адам қылып өсіргенің үшін, рахмет саған, ана. Сенің әрбір жылағаның үшін, жоқтан барды құрағаның үшін, бақыт үшін балаңның барлығына шыдағаның үшін, рахмет саған, ана. Арсы іске бармағаның үшін, аборт жасап алмағаның үшін, біздерді ойлап шырылдап бар өміріңді арнағаның үшін, рахмет саған, ана. Болашақ менің баламның атынан, бұрынғы ата бабамның атынан, 7 миллиард адамның атынан, 18 мың ғаламның атынан, рахмет саған, ана.